Ассалаумағалейкум, бұл Хок Студия. Кеше мен сіздерге арнап ерекше ролик дайындаған болатым, бірақ ролик ұзақ әрі қиын болып шықты. Себебі көп нәрсені сынули айтып шығуға тура келді. Сондықтан ол видеоны кейінге қалдырып, бүгін мен сіздерге After Effects программасының негізі болып саналатын кейфреймдермен таныстырғым келіп отыр. Ендеше бастайық. Дәл қазір мен After Effects программасындамын. Уже жаңадан секвенция аштым және уже текст дайындап қойдым. Бәрі сіздерге ыңғайлы болу үшін. Енді мен тексттерге кейфрейм бергім келеді, ол үшін мына бір стрелканы басам және transform. Енді мына жерде өте көп настройканы көруге болады. Әрқайсымен таныстырып өтейін. Entry point бұл бізде ортаңғы нүкте, яғни мына нүкте көріп отырғандарыңыздай. Position бұл өздеріңіз біліп отырғандай позиция, яғни орналасқан жері. Scale бұл үлкендігі, яғни былай істесеңіздер үлкен болады. Және кішкентай болады. Rotation өздеріңіз біліп отырғандай бұл айналу, яғни entry point-ға қарап айналады. Егер entry point бізде мысалы мына жерде болса, rotation именно осы нүкте бойынша айналады. Байқап отырғандарыңыздай. Но entry point бізде текстте тұра бергені дұрыс. Және opacity бұл тоже өздеріңіз түсініп отырғандарыңыздай көріну немесе көрінбеу, яғни прозрачность. Окей. Бәрі сіздерге түсінікті деген ойдамын. Енді мен бұны не үшін айтып отырмын? Мен дәл қазір 2 секундқа барып, бірінші кейфреймді беремін. Сол үшін мына сағатты басамыз. Және біз мынандай нүктені байқай аламыз. Яғни бұл нүкте уже кейфрейм қойылды деген сөз. Енді ең басына апарамыз және шамалы түсіреміз. Енді бізде уже анимация бар. Байқап отырғандарыңыздай, вот осындай скучно, сонда да анимация бар. Енді бұл анимацияны қалай әдемі істеуге болады? Ол үшін жалпы граф эдиторға кіріп жасауға болады, но мен олай істемеймін. Мен уже бірнеше жыл болды Flow атты плагинмен жұмыс істеймін. Бұл плагинді тегін табу өте қиын, бірақ $8 небәрі $8 сатып алуға болады. Сондықтан да егер сендер motion дизайнмен айналысқыларыңыз келсе, міндетті түрде осы плагинді сатып алыңыздар. Енді мен apply-ды басам. Яғни мен уже графикті дайындап қойғам. Бұл график бізде easy деп аталады. Яғни жылдам кіріп, одан кейін ақырын қозғалады. Басында жылдам, одан кейін ақырын. Түсініп алыңыздар, бұл өте маңызды. Енді анимацияны қарайық. Вот, достар. Реально келісетін шығарсыздар. Анимация жаңаға қарағанда более әдемі болды. Егер motion blur қоссақ, тіпті достар, просто сочная анимация болды деп айта аламын. Окей, уже түсінгендеріңіздей, кез келген анимация осылай жасалынады. Абсолютті барлық анимация кейфреймдер және графтар арқылы, яғни осылай графиктер арқылы жасалынады. Қысқасы сонымен достар, видео сендерге пайдалы болды деген үміттемін. Солай болса міндетті түрде лайкты басып, арнамызға тіркеліп кет, себебі алдағы уақытта өте көп қызықты роликтер шығатын болады. Келесі кездескенше.